Әлеуметтік желіде мына қарапайым халықтың осы өнер адамдарына деген бір қызығушылығы, әсіресе сол кісілердің өмірін бір зерттеп, соған неғұрлым соны білгісі келіп тұратыны белгілі ғой. Ал енді сіздің бір жеке өміріңізге кірмесек те, жалпы мына сахнадағы өнерді киелі сахна деп өз бала күнімізден солай естиміз ғой. Енді киелі болған болса, оны көтеріп жүруде екінің бірінің қолынан келмейді деген сөз ғой. Әлі Абай атамыздың айтқан бір сөзі бар еді ғой. Қуанбақтық пен бақ, мастықтың бір түрі, мыңнан бір-ақ адам артын ашпайтұғын ақылы бойында қалады деп айтады. Демек, бұндай бір бақты, я болмаса осындай киені көтеріп жүру, ол екі адам бірінің қолынан келеді деп ойлай бермейміз әлбетте. Енді жалпы халықтың барлығы қазіргі уақытта сіздерге қарап отқан кезде, сіздер өздеріңізді қалай ұстайсыздар халықтың алдында? Енді бір қиыншылық тудырмай ма деген сияқты. Әлбетте сіздерге қазір бір аяқты шалыс басқан болсақ, дана халқымызда айтады, жаңылмайтын жақ болмайды, сүрінбейтін тұяқ болмайды. Бір кішкене шалыс басқан болсаңыздар, үстірен жағылатын қара күйе де болады. Я болмаса халық көтерем десе аспанға бірақ мезетте көтере салады деген сияқты. Осындай кездерде өздеріңізді қалай ұстайсыздар? Біз енді біріншіден мәдениет танытушы, өнер тасушы адам ретінде қабылдағаннан кейін көрерменнен мен бірінші кешірім сұрайын деп отырмын. Үстімдегі киімме, өйткені біз енді мәдениет өкіліміз ғой. Әлбетте, бәрі сіздерге жарасады. Сіздің алдыңызда бір спортшы сұхбат беріп отырғандай әсер қалмасын. Өйткені дайындықтың қазір ғана дайындықтан шығып, мінекей бір аз ғана уақыт тауып жатқан жайымыз бар. Сұрағыңыздың жаны бар, өйткені медальдің екі жағы сияқты ғой. Бір жағы ол танымалдылық, сенің атақ абыройың, беделділік, елдің сыйлайтындығы. Содан кейін екінші жағы әрине соған қарама қарсы сені әрқашанда бақылауда жүресің. Сенің әр айтқан сөзің, ұстанған ұстанымың, сенің тірлігің, жалпы болмыс бітімің барлығы қырағы көзбен бақыланып отырады да. Сондықтан да жаңағы пышақтың жүзінде жүргендей, шын мәнінде кейбіреулер енді еркіндікке баратша, бірақ мен ескі мектеп көрген адаммын ғой. Байқап қарасаңыз, біздің театрда, Ғабит Мүсірепов театрында, Амина Өмірзақовадан бастап, Байділда Қалтаев, Қасым Жәкібаев, Мұхтар Бақтыгерей барлықтары суреттері тұр. Яғни мен осы кісілердің Амина апайдан бастап осы ақсақалдардың бәрін көрдім. Яғни олардың өмірдегі өздерінің ұстанымы, осы театрдағы бізді қалай қабылдады. Қарап тұрсақ, мен театрға келгелі 32 жыл болыпты. Яғни бұл кісілер бізге аманаттап кетті театрды. Сонымен қатар өздерінің болмыс бітімін, тұлғалық қасиеттерін де бізге жұққан жері бар шығар. Сондықтан да біз алдыңғы буын, алдыңғы толқын ағаларға жаңағы қарап, өзіңіз Абай аға атамыз айтып кеттігінде алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер, баяғыдай көрінер, кезекпенен өлінер дейді ғой. Сол сөздің әрине жаны бар. Сондықтан да біз өз басым жеке, мен әрқашанда елдің алдында жүргенді ұмытпаймын да, бірінші кезекте. Әйтпесе, оқыс қылық істеу деген ол аяқ асты ғой. Не бәле бәрі ол аяқ асты. Сондықтан да әрине өзімді жаңағы жат қылықтарым пенде болғаннан кейін болады ғой. Бір көлеңкелеу жағымды халық көрмеген дұрыс шығар деп ойлаймын. Ал енді мына қазақта айтып жатады ғой, өнерге әркімге бар таласы деп жатады. Әлбетте бұл әлгі қазақта айтады және ұялмаған әнші болады деп жатады мысалы. Қазір бұл өнерге бір адам таласып келуі мүмкін. Мысалы қазақта айтады, бақ шаба ма, бап шаба ма, біреусінің бағы келеді, біреусінің бабы жарап тұрады мысалға. Бірақ осыны екінің бір істей алатын жұмыс па жалпы? Енді мысалға сіз істеп жатқан нәрсе, менде де екі қол бар, екі аяқ бар мысалға. Жоқ әлде бұның ішінде мысалға мына кісілердің, сіз көрсетіп отырған мына кісілер біздің бала күнімізден көкемізге жатталып өткен кісілер, бір ұлы адамдар болып, бұл кісілер тарихта тайға таңба басқандай болып қалды мысалы. Осы кісілердің әлгі ат тұяғын тай басар, сіз басып келе жатқан сіздер де бір уақыт келеді, сіздің де суретіңіз осы жерде ілініп тұратын кез келеді. Енді Герострат өзінің атын шығару үшін ғибадатхананы өртейді ғой кезінде. Сөйтіп тарихта оның аты Герострат болып қалады. Сол сияқты атың шықпаса жер өрте ғой. Қазір сол өкінішке қарай таза тұнба таланттар көбінесе осы мен профессионал актерларды айтамын да, театрдың сахнасында маңдай тері тамып, осы жерде қызмет етеді. Таңның аты кештің батысына дейін. Ал енді көшеде жүрген бұл өнерге мүлдем қатысы жоқ жандар қазір
экранды әсіресе жаулап алды. Әсіресе кино саласынан көрсеңіз, телехикая деген қазір енді бір қалай айтсам болады, бір тоқтаусыз дүниеге айналып кетті. Бір конвейер, заводқа айналып кетті. Ол негізі өнер деген ол шым-шым дүние ғой. Әлеуде бір туу керек қой. Бірақ бір науқан, сондай науқан. Енді оларды түсінуге болатын шығар, енді түпкі мақсаты бірақ ақша табу. Өйткені мен талай телехикаяларға шақырады, барлығынан бас тартамын көбінесе. Мен өз түскенім санаулы-ақ телехикаялар осы уақыт аралығында. Енді жаңағы жоқтық бір жағынан бар шығар, сондықтан да көбінесе сол аз ғана ақшаға келісіп жататын әріптестерім бар. Оларды да жазыға көрмеймін. Бірақ дегенмен де қазір цензураның аздығы, тәйт дейтін үлкендердің жоқтығы шығар, мүмкін бар болғанның өзінде ол кісілерге мұрсат бермей жатқан шығар. Кеңестер кезеңінің шет жағасын мен көріп қалдым. Жаңағы көркемдік кеңес деген болатын. Ол әдебиетте де, өнерде де, эстрада, театр барлығында болатын. Бір арнайы сол мамандықты білетін, сол саланың майталмандары сондай одағы болатын. Өздерінің соны зерттеп, қай ән, қай шығарманы шығаруға болады деп. Қазір енді сол жазған түрткеннің бәрі жазушы болып жүр қазір. Рас айтасың. Одан кейін мысалға бұрын енді жалпы Алматы әдебиет пен мәдениеттің бір ошағы. Әрине. Қаншама кісілер түкпір-түкпірден осы жаққа келіп білім алды, өздерін осы жерден көрсетті, былайша айтқанда танытты. Қазір оңай болып кеткен сияқты. Қолында телефон, біреу қой бағып жүреді дағы өзінің өнерін көрсете салады, жарқ етіп жұлдыз болып шыға қалатын да кез болды мысалы. Енді көп нәрсенің қол жетімді болғандығынан ғой. Бірақ енді халық өзі саралау керек. Мен енді халықты да жоққа шығармаймын. Өйткені ішінде білімділер де бар. Жаңағы түйсігі керемет, оқымысты жандар көп, бірақ өкінішке қарай өте аз. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл өзі бір дүмпу. Бұл өзі өстіп жетер шыңына жетеді де, соңғы қайтадан түседі. Мысалы, Оңтүстік Кореяда кезінде тура қазіргі біздің кезеңдегідей комедия жанры белең алып, жаппай бәрі комедия түсірді. Содан кейін ол үрдістен өтті де халық шаршады одан. Қазір енді Корей фильмдер қазір Голливудта да бар мысалы. Қандай режиссерлар шығып жатыр корейстердің ішінен мысалы. Керемет хоррор жанры болсын, драма қай жағынан болсын, керемет фильмдер түсірілуде. Ол сол этапқа жету керек шығар. Оған бізге уақыт керек шығар. Шынымен ақ біз көп нәрсені бәлкі қолдан шығарып барып, кейін қадірін түсінетін кез келе ме екен. Мысалға біздің бала күнімізде кітап оқитын жалпы қой бағатын кісілер де кітап оқитын. Менің әлі есімде әкеміз малға кетіп бара жатқанда қонышына жұлдыз, жалын деген бір журналдар бар. Бәріміз сол қой бақтық қой. Сол қойдың арқасында кей кезде анау елтіп қой адасып басқа жаққа бір үйірге қосылып кетеді. Сондай отарға кезеңдер болды ғой, жүгіріп кітаптың кесірінен мысалы. Жата жастана оқушы қой. Рас. Кітап оқу бөлек, гаджет, телефонға қарау бөлек. Сонда біз қазір бір жеңілдікке қарай кетіп бара жатқан сияқтымыздағы, мысалға осы сахна болсын, кітап болсын, барлығының қадірін кетіріп бір уақыт келетін сияқтыма, сонда осының бір қадірін түсініп, біз қайтадан қалпына, алтынның қолда барда қадір жоқ деген сияқты, біз қазір осы уақытта біз түсінбей отырған сияқтымыз ба? Жалпы сол халықтың біреуі мен ғой енді. Иә, сіз бен мен баламды бақылаймын. Бірінші сыныпта балам. Оның алдында үлкен ағалары бар. Сол баламды аңдып отырдым да, ана TikTok бар, жаңағы басқа да бейнелі баяндар бар. Қарайды да жібереді. Сонда тіпті 1 минут болмайды. Сонда 1 минуттық TikTokқа ана шыдамы жетпей отыр да баламның. Сол аңдап отырдым да, содан кейін болғаннан кейін сұрадым. Жаңағы балам, не түсіндің? Есінде жоқ, жіберіп отыр. Не көрдің сен жаңа? Не көрдің деймін да? Папа мен бүйтті, есінде не қалды? Есінде ештеңе жоқ, көрдіңіз бе? Бұл сондай бір тығырыққа тіреген, жаңағы тіпті 24 сағаттың өзі азайып қалған деп отыр ғой. Мүмкін ол раста шығар. Сондай бір жан талаш, жан алқымындағы бір дүние, сондай бір кезеңде, дүрбелең кезеңде отырмыз. Өкінішке қарай ол тек қана балалар емес, үлкендерге де жұққан. Бұрын кино көретінбіз. Осы кісілер ойнаған кинолар мысалға. Ол кәдімгі 1,5 сағат кем болатын. Біз сабақтан келе салып, біз сол дүниені қарап отыратынбыз. Жаңа өзіңіз айтқандай, қазір кезде мысалы әлеуметтік желі шықты. Ол бір кездерде 3 минут еді, одан 1 минут болды. Қазір секундтық дүниелерге қарай кетіп бара жатырмыз. Сонда енді бұл жерде сұрайын деген мысалға сіз
сахнада жүрсіздер, көрермен жағы қалай болар екен деген ғой, осыны шыдай ма? Сөзіңізді түсініп тұрмын. Бізде ең ұзақтығы 3,5 сағаттық бір қойылым бар. Апалы сіңілі үшеу деген Чеховтың «Три сестры». Жақында ғана, бір жыл ғана болды, жаңадан қойылған қойылым. Содан байқайтынбыз, басында көрермендер енді 3,5 сағат шыдау қиын ғой. Ортасында оймет үзілісі бар дегенмен де. Бірінші актыдан кейін көбісі кетіп қалады. Түсінбейді, өйткені 1 сағаттық, 1,5 сағаттық қойылымдарға үйреніп қалған ғой. Біреу дайындықсыз келеді, шығармағаны оқымаған шығар. Сондықтан да сондай аурулық болады да, яғни кітаптың пайдасы. Көрдіңіз бе? Сол кезде байқаймыз. Ал кей кезде сол қалған көрермендер сыртқа шығып, жаңағы актерлармен кездескен кезде қандай ләззат алдық мына шығарманы. Яғни санынан сапасы болып тұр ғой бізге керегі. Иә. Мен ертең сенімдімін, көрермендер шетінен шығып кеткен доғаратын шығарма деген ойдамын. Соған келсе екен деймін де. Иә. Өйткені шығарманы, оқыған шығарманы келіп көру ол басқа дүние ғой. Дұрыс айтасыз. Одан кейін мысалға енді сахнада жаңағы көрермендердің толық отырғаны ол әлбетте сіздерге мәртебе, әсер етеді, үлкен әсер ететін нәрсе. Ал осы жерде сіздер соларды ұстап қалу үшін бұрынғы спектакльдер, мысалы қойылымдарды былай қойып, қазір халық жақсы көретін бір қызықты бірдеңкелерге қарай, жаңа өзіңіз айтқандай бір комедия жағына қарай кетіп бара жатқан жоқ па? Енді біздің театрдың өзіміздің ұстанған бағытымыз бар, бағдарымыз бар. Бізде комедия өте аз. Бір 2-ақ қана комедиямыз бар. Үшеу шығарайды, жарайды. Қалған бәрі драма, лирика, романтика сарынына қойылған. Мысалы, Әзілхан Нұршайықов атамыздың «Махаббат қызық мол жылдар». Ол біздің кассалы қойылымыз, толассыз. Қазақстанды бір шарлап келсе, қайтадан келесі жыл тағы сұрайды. Сондай біздің яғни кезінде қойылып, аншлаг жинаған қойылымдар бір өткенде айтыс болды, қоюға тұра ма, тұрмай ма деп. Мысалы, Фархат Молдағали сынды режиссеріміз, біздің театрымыздың көркемдік жетекшісі, оны мысалға деймін де, қойылып жатыр. Халық сағынады екен, көрермен бар екен. Оны бәрі кітап оқымайды деп жоққа шығаруға болмайды. Сондықтан да қазіргі денде біз енді театр тәрбие орны деп айтады ғой. Әлбетте. Әркім әрқалай қабылдайтын шығар енді. Біреу оны қабылдамайды, біреу дұрыс деуі мүмкін. Бірақ шын мәнінде мәдениет ордасы болғаннан кейін ол әлбетте көрерменге санасына әсер етеді. Дұрыс айтасыз. Одан кейін мысалға қазір кезде Facebook деген бар, Instagram бар, TikTok бар. Үшеуінде 3 түрлі жас адамдар отырады екен. Мысалы, Facebook'та 40-тан жоғары қарай отырса, ересектер. Instagram'да бір жасы 20-ға дейін, ал 20-дан төмен қарайдың көбісі TikTok'та отырады деген сияқты. Сіздерде мысалға бір бағдарлап қараған кезде көбінесе қанша жастағы адамдар келеді? Мысалға бізде қазір Совет кеңес өкіметіне дейінгі 91-ші тәуелсіздікке дейінгілер, тәуелсіздіктен кейінгілер деп білетін болсақ. Енді мынандай бір ұғым бар. Адам баласы жаңағы 20 жасқа дейін қандай болады, білім жинайды, 20-дан 30-ға дейін қандай болады деген сияқты ғой. Біздің көрермендеріміздің дені жастар. Жасөспірімдер театры болғаннан кейін, сонан кейін ортада бір 40 жас пен 50 жас бір сәл азаяды да, сонан кейін 50-ден 55 дейікші, 55-тен жоғарыға қарай зейнет жасындағы адамдар көп келеді. Яғни сәл қолы бостау. Ал енді қойылымымыз 6:30-да басталады. Нағыз жұмыста жүрген адамдар үлгермейді көп жағдайда. Көрдіңіз бе? Сондықтан да жаңағы халықтың сұранысына ие болған қойылымдарды біз сенбі-жексенбі қоямыз. Ал енді көрерменге келетін болсақ, сол жастар мен сол ересек адамдар көбінесе. Сол сәл ортасы ғана жаңағы тірлікке байланысты қолдары тие бермейді. Жалпы күнделікті күйбің тірлік көбінесе әсер етіп тұрады. Онсыз болмайды ғой енді, көріп отырсыз ғой енді. Біздің осы 21-ші ғасырда өзі Мұхтар Шахановтың айтқан сөзі бар екен жастарға. Сендер батыстың цивилизациясын аламыз деп, канализациясына түсіп кетпеңдер деп айтқан екен. Расымен де сол батыстың бір дүниесі бізді өзіне қарай сорып әкетіп бара жатқан сияқты. Қазір енді қалай дегенмен әлбетте енді келіп көргенде оның ішінде көбінесе мына ата-ананың тәрбиесі. Мысалы бізде отбасымызда бұрын кино болған кезде бірінші жаңа кинода ойнаған актерларды айтқан кезде біз сол кісілердің атын қосып
жарысып айтып отыратынбыз. Дұрыс, Бір дұрыс. сағыныш, қазір қарасаңыз, сол киноларды, ескі дүниені ютубтан бір көріп қою біздер үшін бір ностальгия сияқты. Анау бір керемет сағыныш кәдімгі қарас. Сонда көбінесе отбасындағы тәрбие де бұған әсер ететін сияқты негізі. Мысалы жаңағы келіп сол сахнаны көру, жалпы адам өзінің нағыз демалысын, мидың демалысын сезіну осы жерде ғана ғой негізі көбінесе. Мына Хазіреті Али деген пайғамбарымыздың күйеу баласы бар. Бұған сол кісінің айтқан сөзі бар екен. Адамдардың тәні шаршаған секілді, жұмыс дегенде қол аяғы шаршаған секілді, жүректер де шаршайды дейді. Сендер оны бір мезгіл хикметпен демалдырыңдар деп айтқан екен. Сонда қарасаңыз, хикметті әркім әрқалай түсінеді ғой. Біреу түнгі клубқа барар, біреу ішімдік ішер, мысалы қарасаңыз, ал біреу театрға келер. Сонда бір адам үшін бұл жер үлкен бір демалыс орны сияқты. Расыз, егер өткеніңді бағдарлап болашаққа көз жүгірткің келсе, театрға кел деген бір ұғым бар. Ол шынымен де бұл театр, қалай айтсам болады, бұл бүкіл ағзаның, мидың, жүректің барлығының бір тынығатын ортасы ғой. Қазіргі мына атмосфераны қараңыздаршы. Екеуміз кәдімгі ем алып жатырмыз бір-бірімізге. Рас айтасыз. Энергия беріп жатырмыз. Мен сенем, енді аруақтардың жалпы бар екеніне. Енді мен серік қосқым келіп тұрған жоқ. Жоқ, әлбетте ол. Өйткені театрда әсіресе кешке қарай қалған кезде бір осы жерден бір дауыстар, бір тылсым сенің артынан бір күштің кеп қарап тұрғаны сезіледі да. Әсіресе мына пол жуғыш апайлар, қыздар. Соны қатты байқайды да, содан кейін ары-бері қуыстар, қалтарыстарды барып жууға қорқады. Күндіз тазалап алуға тырысады да. Бұл өзінің бір әлемі бар театрдың. Дұрыс айтасыз. Көрдіңіз бе? Неге театрға келгеннен кейін айлығы да аз ғой бұл жердің. Көбісі кеткісі келмейді. Актерді былай қойғанда қарапайым мына техникалық құрамда байланып қалады ғой. Еден жуғыштан бастап, әйтпесе ол сен барып ана офистің еденін жудың не, театрдың еденін жудың не? Жоқ. Бұл жердің өзінің бір дәстүрі, атмосферасы, өзінің бір тылсым дүниесі бар. Көрдіңіз бе? Расымен де киелі сахна қаншама, оның үстіне енді бұрынғы кісілердің мынандай нәрсе бар екен. Қазақта айтады ғой, бір күн ұрыс болған үйде 40 күн береке болмайды деген сөзді. Мына Германияның Бремен университетінің ғалымдары мынандай ғана кішкентай ғана аппарат ойлап тапқан екен аға. Осы аппарат, мысалға сіз екеуміз осы жерде сөйледік, кеттік. Біз кеткеннен кейін жаңағы аппаратты қосатын болса, жаңағы сөздің бәрін қайтадан жинап береді екен. Сөйлеп кеткеннен кейін. Сонда қарап тұрсаңыз, бұл сөз негізі әлі қазақта айтады ғой, таяқ еттен өтсе, сөз сүйектен өтеді. 30 тістен шыққан сөз, 30 рулы елге жетеді деген сөздер. Демек, бұл сөз сақталады екен. Жаңа сіз айтып отырғаныңыз сияқты, кешкісін сықырлаған, яумаса дауыстардың естілуі, бұл негізі ғылыми дәлелденіп қойған дүние екен. Енді суда информация сақтайды ғой? Иә. Судың өзі де, басқа затты алмағанында. Сонда мына жерде бір үлкен информация сақталып тұр ғой негізі. Көбінесе адамдардың кеткісі келмейтіні де бір жақсы, біз айтқанда аура сақталып тұр ғой бұл жерде. Жаңа өзіңіз айтып тұрсыз, бір аруақ мысалы бар. Міндетті түрде олардың барлығы. Аллах тағала қызметіңізге береке берсін аға. Әмин, әмин. Алла мәртебеңізді өсірсін. Әмин. Сіздің де бұл дүниеде халықтың алдында мәртебеңіз өсіп, бір уақытта сіздің суретіңізде осындай жарқырап ілініп тұруын сұраймыз Аллах тағаладан. Ой, бәрекелді, рахмет. Рахмет. Балшаңыз қызыңыз. Өзіңе де еңбегіңе жеміс тілеймін. Әмин. Жалпы адам өзінің орнын білу керек қой. Дұрыс айтасыз. Ал қоғамды құрайтын адам ғой. Енді өзінен бастау керек қой әр адам. Сөйлегенше сөзіңе өзің қожа, сөйлегенсің өзіңе сөзің қожа. Рас қой. Мақал мәтелді жүргізгеннен кейін сол есте қалатын бір мақалдар ғой. Өзгеге өлім тілегенше өзіңе өмір тіле дейді. Рас. Енді расымен де осы телеарнада біраз жүргізгенде қалдырмай көріп отыратынымыз жастардың арасында дебат, бір жаңа білім сайысынан өткізіп жүрдіңіздер ғой. Сіз сонда қазіргі уақытта бізге керек дүниелер осы. Қажетті, біз айырылып бара жатырмыз да. Өйткені қай жағынан болмасын, жаңа өзіңіз Жапонияны айтып қалдыңыз ба? Жапонияны айттыңыз. Телефоннан алыстап бара жатқан бір мемлекет бірінші, тура солар. Қазір
вокзалдарда, аэропорттарда жастардың өз қолдарына кітаптарын алып оқы. Өйткені біз өтіп жатқан осы телефон, ана тиктоктан олар 1 сағат алдыға секіріп кеткен сияқты. Өте дұрыс айтасыз. Бәрі айналып қайтадан келеді. Көресіз, мына бәрі қалады, оның барлығы. Қанша біздің технологиялық жаңағы даму деп атамыз ғой, бәрі қалады. Расыменде. Руханиятқа келеді ғой. Адам азып, мен мына сөзді қабылдаймын, адам арықтап кетеді. Азып кетіпсің ғой дейді. Ол енді оңтүстікте көп айтылатын нәрсе. Адам азу деген өте ауыр сөз ол. Дұрыс айтасыз. Адам арықтауы мүмкін. Иә? Бірақ азбайды. Азу деген өте жаман сөз ғой. Азғындау деген сияқты. Азғындаудың түбірі ғой мысалға деймін де. Рас айтасыз. Сондықтан да келеміз өзімізге. Келеміз дейсіз. Ертең жеңім жинаймыз әлі. Расыменде бір әлгі бала күнімізде әлгі бізде сол енді 1977 жылы мысалға мен дүниеге келдім. Одан кейін 91 жыл тәуелсіздік мысалға қаншама дүниелер өзі сынды ғой, қопарылды, үйлерді құлатты, ешкім ештеңке керегі жоқ бір замандар келеді ғой бір. Бірақ кейіннен соның бәрін қайтадан қалпына тұрды. Қаншама ақша шығарды, қаншама қаражат, күш шығарды. Бізде солай болатын сияқты ғой. Өнерде мысалға қазір бағаламай бара жатқан болсақ, бір уақыт келеді, осыған күш саламыз, ақша саламыз, қайта қалпына келтіретін бір уақыт келетін сияқты ғой. Жаңа сөзіңізден туып отыр, бала деп. Бала кезінде байқары жоқтың, қартайғанда айтары жоқ дейді. Сондықтан байқары көп балаларымыз аман болсын. Соны тәрбиелеу жолында аянбай еңбек етейік. Жақсы. Рахмет сізге.